Мы сейчас едем в Громотуху. Вообще там говорят, что медведи. И мы не знаем, на самом деле, запустит ли нас туда сейчас, но мы постараемся. Да, вернуться мы можем всегда. Главное, чтобы сейчас мы лично не встретились с медведем. Да, кстати, но, знаешь, я хочу увидеть этого медведя. А почему бы и нет? Конечно, видел девушки, и не один раз я его видел тут лично. Ну, сегодня еще я его не видел, дай бог. Да. Тихо! Настя, а давай посмотрим, что нас сегодня ждет. А давай. Так, что это? Минуточку. Мы с тобой куда-то поедем. Скорее всего, поедем на родную землю. Где твоя родина? Ридер? Ридер. Ты родилась в Ридере? Да, но я там не была. И я родилась в Ридере, но я там не была. Может, поедем? Поедем. Здравствуйте. А вы местный житель? Да. Подскажите нам какие-нибудь интересные места в Ридере? То есть Ридер богат своей природой. Ридер өзіндік ерекше табиғатымен бай. Бұл ботаникалық бақша. Батыс Алтай мемлекетінің қорығы. Көптеген шетелдік туристер біздің өлкеге бекер келмейді. Тау тас, өзен, қорық, әдемі табиғат барлығы бір жерде. Алдымен Громотуха демалыс орнына барып көріңіздер. Жолда әсем табиғат тамашалап, ары қарай жол жүресіздер. Мы сейчас едем в Громотуху. Вообще там говорят, что медведи. И мы не знаем, на самом деле, запустит ли нас туда сейчас, но мы постараемся. Местные жители опасаются такого гостя и поставили ловушку, на которую мы и пришли посмотреть. Барлығымыз бірге барып, жаңағы аюға арналған қақпанды бірге көрейік. Осы орындықтың жанындағы мангалдан кәдімгі адам сияқты шашлык жеп отыр. Адамдар жанындағы терезеден қалта телефондарына түсіріп алған. Бүгінгі күнге дейін біздің тұрақты қонағымыз. Қорқынышты әрине, жабайы аң ғой. Не күтетініміз белгісіз. Қоқыстың жанына тор құрып қойдық, ұсталатын шығар. Мен именно осы жерде деп естіген жоқпын. Бірақ осы жерге келген соң естідім. Сол Инстаграмдағы осы жердегі аю екен. Бар негізі, үрей бар. Эх, Настя, мы с тобой так и не увидели медведя. А ты видел медведя? Дәл қазір біз Ридер қаласындағы Громотуха өзенінің жанындамыз. Су өте суық, себебі бұл таудан ағып жатқан өзен. Я, бұл жерде өкінішке қарай біз аюды кездестіре алмадық. Зато посмотрели на осла.